Армысыздар, ардақта ағайын. Жастар бір телеарнасының эфирінде жастар алаңы. Мемлекет мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты орын. Менің атым Мерей Ермұханов, ал биылғы жылды елбасы жастар жылы деп жариялады. Жастар жылында осынау жоба жастар алаңы жастардың көзқарасын білетін тұшымды бір платформаға айналды десе де болады. Біз жобаға қолдау көрсеткен Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатына алғыс айтамыз. Республикалық маңызы бар 3 қала мен 14 облыстан 45 фракция жобаға қатысуға өтініш білдірді. Олардың арасынан іріктеліп шыққан 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар 16 команда маусымдағы жарыстан жолдарын жалғастыруда. Сәйкесінше бүгін 8-ден 1 финалдық меженің кезекті ойыны, жалпы жобаның жүлде қоры 1 миллион теңгені құрамақ. Құрметті көрермендер, бүгінгі ойынның тақырыбы бұл палата сұлулық байқауларын өткізуден бас тартады. Шынымен де физиологиялық сұлулыққа негізделген байқаулар негізгі тарапта қажет пе? Осы жөнінде жастар ой қорытатын болады, сөз таластырады, ал олардың бүгінгі бағасын беретін сарапшылар, төрешілер алқасымен таныс болыңыздар. Жас Отан жастар қанатының кеңесшісі, белгілі пікірсайысшы, Нұр Отан кубогының финалисі Таңшолпан Жауынбай. Пікірсайыс қозғалысының ардагері, мемлекеттік қызметкер Мейрамбек Ербатыров. Белгілі спорт журналисі Бек Төлеу. Ендеше дәл қазіргі сәтте біз бүгін жарысқа түсетін командалармен таныс болайық. Бүгін олар Тұғыр фракциясы және олардың қарсыластары Айдай Сұлу Аманат фракциясы. Фракция лидерлерінен команда құрамын таныстыруды сұраймыз. Құрметті қауым, құрметті төреші ханымдар мен мырзалар, Тұғыр фракциясының бірінші спикері Фархат Қаналы және менің әріптесім Әбдіғалиев Жандәулет. Армысыздар, қазақтың қарапайым ұлдары мен қыздары. Сіздердің алдарыңызда бүгін Аманат фракциясы Айгерім және Ғалия. Сонымен командалар белгілі, ал олардың бүгін қай позицияны қорғайтыны әзірге беймәлім. Біз жеребе арқылы осы командалардың ұстанымдарын шешетін боламыз. Мысал үшін, Аманат фракциясы егер сан жағы түссе, тиынның сіздер бүгін жақтау боласыздар, ал елтаңба жағы түссе, даттау позициясын қорғайсыздар. Сан жағы түсті, куә болсаңыздар болады. Сәйкесінше Аманат фракциясы бүгін жақтау позициясын қорғайтын болады. Біз командалардың лидерлерін ортада қалып, сахнада сөзге дайындалуын сұраймыз. Құрметті көрермен, ойынымыздың алғашқы бөлімі бастау деп аталады. Мұнда фракция лидерлері өздерінің кейстерімен танысып, қарсылықтарын білдіреді. Алғашқы болып бастайтын жақтау фракциясының бірінші спикері, оның еншісінде 5 минут уақыт. Саламатсыздар ма, құрметті форум, амандықтың артығы жоқ. Бүгінгі тақырып өте өзекті тақырып және өте қызықты тақырып. Бұл палата сұлулық байқауларды өткізуден бас тартады. Тікелей кілттік сөздерге дефиницияларға келетін болсақ, сұлулық байқаулары. Өздеріңіз білетіндей, байқаулардың түр-түрі болады. Білімге негізделген, дебатқа негізделген. Сұлулық байқаулары негізінде адамның сырт келбетіне, яғни адамның физиологиялық тұрғысына негізделген байқау түрі болып есептелінеді. Өткізуден бас тарту деген, яғни қарсы болу. Дефиниция ортақ деген ойдамын. Енді тікелей статистикаға келетін болсақ, сұлулық байқаулары негізінде 18-19 ғасырдан бастау алған болатын. Сұлулық байқаулары Греция кезінен бастап өте актуалды және сол кездерде пайда болған. Негізінде тарихқа жүгінетін болсақ, осы кезден бастап сұлулық байқауларының негізгі идеологиясы дұрыс емес деген сияқты тұжырымдаманы айтқым келіп отыр. Неге десеңіздер, Грецияда Афина, Афродита деген сияқты ханшайымдардың арасында байқау жүргізгендіктен аяғындағы жеңімпазды, яғни еркек тараптары сатып алатын болған. Яғни бұл мен емес, яғни тарих айтуда. Екінші көзқарастан қарайтын болсақ, осындай сұлулық байқауларын нәтижесі аяғында соғыспен аяқталатын, немесе дұрыс емес нәтижеге алып келетін. Енді осы тұста қазіргі таңда жарыстар 100-ден аса жарыстар болады жыл сайын. Көптен көп қазіргі таңда жарыстар бар. Жаңағындай әлем аруы, жер аруы,
қазақ аруы, Европа аруы, Азия аруы деген сияқты қазіргі таңда жарыстардың түрі өте көп. Енді мен бірінші осы тұста неге деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Бірінші дұрыс емес, не үшін біз оны жауап тастауымыз керек? Себебі ол тәрбиелік мәні. Неге қазіргі таңдағы ол біздің тек қана қазақтар емес, ол кәдімгі жас өспірімдерге болсын, бала өспірімдерге болсын, ол тәрбиелік мәні дұрыс емес идеологияны нұсқап отыр деген келіп отыр. Неге десеңіздер, осы жақында болған ТМД негізінде өздеріңіз білетіндей сұлулық байқауларына кәмелеттік жасқа толған балалар қатысатын. Бірақ қазіргі таңда 6-7 жасар, 4 жасар сияқты жас балалардың осындай сұлулық байқауларға қатысып, өзінің уақытын дұрыс емес, керек емес бағытқа бұрып жатқанын айтқым келіп отыр. Қазіргі осы 2018 жылы 3 ай бұрын ТМД байқауы болды. Ондағы қатысушылардың 90%-ы кәмелеттік жасқа толмаған. Яғни бұл деген қандай жас өспірімдер, қандай жастарды біз қазіргі күнде дүниеге әкеліп жатырмыз. Яғни қандай бағытқа итеріп жатырмыз деген сияқты идея тастап кеткім келіп отыр. Екінші, осы тұста мен ақталмайтын шығын деген сияқты аргумент айтқым келіп отыр. Неге? Қазіргі таңда өзім экономист болғаннан мен бұл мәселе мен ойымша өте қатты әсер етеді. Неге? Ақталмайтын шығын дегенге біріншіден сіздер білесіздер, мысалға тәжі, бриллиантовый тәжі болады, өзінің анардан жасалған, хрусталь. Осының бәріне, кешіріңіздер, осындай фактілерге тоқталып айтып кететін болсам, $270,000, $270,000 ақш доллары, жаңағыдай тәжге, хрустальды турфейге $3,500. Яғни бұл ақталмайтын шығын. Аяғында ол жаңағы болған ару аяғында немен қайтарылады? Өкінішке орай еш нәрсемен. Яғни бұнда біз айтқымыз келіп отырған бұл артық шығын болып есептелінеді. Үшінші, мен психологиялық әсер дегім келіп отыр. Неге? Қараңыздар, бұл адамға моральдік шектеу. Бірінші біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына байланысты бұл біріншіден адамды даттау болып есептелінеді. Яғни оны бірінші біріккен ұлттар ұйымы тарапынан біз адамды түріне, тіліне, дініне қарап біз оны шектей алмаймыз. Бірақ байқаулар, осындай сұлулық байқаулары адамды бір ғана идеалдығы ғана көрсетеді. Міне әлем ару, сіздер осындай болу керексіздер, осындай адамға тырысу керексіздер деген сияқты идеология тастап кетеді. Яғни бұл ол дұрыс емес екенін айтқым келіп отыр. Және осы тұста адамдарда психологиялық шектеу болады. Бұл адамдар осындай, мен бұндай боламаймын деген сияқты. Яғни бұл дұрыс емес. Екінші, осы тарапта айтқым келіп отырғаны, осындай идеалды қоғамды қалыптастыру, яғни бұл осы жарыстардың мақсаты. Ал осы идеалға қоғамды ұмтылу, бұл адамға қазіргі таңда кері әсерін бергізіп жатыр. Тек қана кішкентай тәрбиелі балалардың әсеріне ғана емес, яғни хирургиялық операциялар, пластикалық операциялар деген сияқты. Яғни бұл осы тұста дұрыс емес. Және де бір тарихқа енгізетін факт айтып кететін болсақ, Лондонда 20-шы ғасырларда сұлулық байқаулары сол кезде осындай идея пайда болды. Идеал мынаған қарап осындай болу керек деген сияқты. Сол кезде қыпша белді қыздарды көрсеткенде 300 шақты қыздар өздерінің су киіммен киіп, өздерінің қысып, белдерін қазіргі таңда сол 300-ге жуық адам қайтыс болды. Бұл тарихта бар. Енді төртінші айтып кететін зат, қазіргі таңда актуалдығы жоқ деп айтқым келіп отыр. Себебі қазіргі таңда шын айтатын болсақ, мысалы өзіміздің Қазақстанға алысқа кетпек, қазіргі Қазақстанның өзінде инкубаторлар көп. Шынымен де мүмкін бұрында, мен айтатын еді, бұрында сұлулық байқауларынан бас тартпайық, себебі ол кезде әдемі қарайтын адамдар болған. Бірақ қазіргі таңда жылдан жылға арулар бір-біріне ұқсайды, бір-біріне ұқсайды, және де инкубаторлар болып кеткен. Яғни қазіргі таңда ол жарыстардың актуалдығы жоқ деген келіп отыр. Яғни бәрі бір-біріне ұқсайды. Осы тұста қазіргі таңда нағыз ару жоқ. Ақшам бар ма? Әр қыз қазіргі таңда ару болады. Және де бұл жарыстың осы тұста актуалдығы жоғалды деген сияқты зат айтқым келіп отыр. Және де бесінші, бизнес деген келіп отыр. Неге? Жаңағы ең ауқымды болатын ару жарыстары ол мемлекет тарапынан жүргізілмейді. Ол бір ғана бизнесменнің тарапынан жүргізіледі. Яғни бұл қазіргі таңда өте қатты актуалды емес. Ол мемлекет тарапынан болсын, индивид тарапынан болсын, ол тәрбие және идеология тарапынан болсын. Философиямды айтып кетейін, сырты бүтін іші болмай, біз негізгі ішкі құндылықтарға, немесе басқа да одан да маңызды құндылықтарға мән берейік. Рахмет. Даттау фракциясының лидерінде 6 минут уақыт бар. Сөз бергеніңізге рахмет, құрметті спикер. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі ойында сіздерді көргеніме риясыз қуаныштымын. Енді менің бүгін оппонент тарапым не туралы айтып жатыр, неге бас тартамыз дейді? Көбінесе теріс жақтарын көрсеткісі келеді сұлулық байқауларының. Бірақ біз осы бір нәрседен бас тарту үшін міндетті түрде оның абсолютті пайда немесе зиянын көрсету мүмкін емес. Ол міндетті түрде салыстырмалы түрде жүреді. Және ол салыстырмалы түрде жүргізу арқылы оның соңғы салдары жаман болған кезде ғана біз бас тарта аламыз. Бірақ біз бүгінгі қарсыластың тарапынан ондай қатты салдар көрмедік.
ондай салдарды басқа тараптардан да көре аламыз. Мен қазір оны өзімнің аргументтерімде дәлелдейтін боламын. Біріншіден, барлық айтқандармен келсем, әлем аруы, жер аруы, Азия аруы деген сияқты оның үстіне жергілікті аймақтық арулардың да анықтайтын кезеңдер болады. Мысалы, қазақ аруы деген сияқты жергілікті, Үндістанда өзінің қалай айтушы еді, фемина Индия деп аталады мысалға. Әр аймақтың өзінің жеке осыған қатысты өткізетін жарыстары бар екен. Енді тәрбиелік мәні дұрыс емес, идеология тұрғысынан айтып жатыр, идеологиясы дұрыс емес деп. Қандай идеология бізге айтып жатыр? Түсініксіз. Оппозиция қандай, үкімет бізге қандай идеологияны түсіндіріп жатқаны, қандай жаман әсер етіп жатыр ондай идеологиялар. Біріншіден, қазіргі таңда қазақ арусында байқаулар немесе фемина Индия деген сияқты байқаулар жергілікті халықтың дәстүрін насихаттауға, оны көрсетуге, қыздардың жақсы инабатты, ибалы болуға үйрететін осындай байқаулардың болып жатқанын көреміз. Біз оларды жоққа шығара алмаймыз. Олар қазіргі қазақ қоғамындағы қыздың образын қалыптастырып беріп жатқан өте жақсы жарыстар болып есептеледі. Екінші нәрсе, ақталмайтын шығын. 270 миллион доллар кетеді, бір нәрсе көптеген шығындар кетеді деп жатыр. Біріншіден, бұл шығындар ешқандай мемлекеттің қалтасынан кетіп жатқан шығындар емес, құрметті ханымдар, мырзалар. Себебі бұл шығындардың барлығы жеке адамдардың қалтасынан кетіп жатқан шығындар. Бұл бір жетім баланың барып ақшасын тартып алып жатқан жоқ, жергілікті спонсорлардан болып жатқан нәрсе, жаңағы түрлі байқаулардың әсерінен болып жатқан нәрсе, компаниялардың әсерінен деген сияқты. Сондықтан да бұл мемлекеттің тарапынан үлкен шығын кетіп жатқан жоқ. Келесі нәрсе, ол адам үшін түк те шешпейді ғой дейді отқан. Неге шешпейді? Ол адам осы арқылы көптеген жетістіктерге, белестерге жетуі мүмкін. Көптеген рекламалар, компаниялармен келісім шартқа отырады. Өзінің медиа тұлға ретінде қалыптастырады. Ал біз қазіргі таңда медиа тұлғалардың үлкен жетістікке жетіп жатқанын, саясаттан орын алып жатқанын, қоғамда өзінің жақсы орын алып жатқанын көріп жатырмыз. Сондықтан да бұл әлі де өкінетіндей жаман нәрсе емес. Келесі нәрсе, даттау адамдарға бір образ қалыптастырып беріп жатыр. Яғни сенің түрің мынадай болу керек, нәсіліне қарап деген сияқты осындай нәрселер болып жатыр дейді. Оның барлығы өтірік. Неге? Себебі соңғы рет осы мисс былай түсіндірейінші, ғалам аруы дейді ғой, мисс Вселенная деген байқауда қара нәсілді қыздар жеңген болатын, азиаттық қыздар жеңген болатын, немесе еуропалық сары шашты қыздар жеңген болатын. Бұның барлығы ортақ стандарттардың жоқ екендігін көрсетеді. Яғни кез келген ару өзінің сұлулығынан бөлек қазіргі таңда интеллекті 1980 жылдардан бастап қосылды. Интеллекті, ораторлық өнері, өзінің білім деңгейін көрсету арқылы тіпті оларға шарт қойған бір тіл білу міндетті шетел тілінен деген. Осындай өзінің қосымша жақсы жақтарын көрсету арқылы жеңіске жетіп жатқандығында. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі тарапта біз олардың нәсіліне қарап, дініне қарап бөліп жатқанымыз жоқ, оларды жақсы адам ретінде де көре алатындығымызда. Келесі нәрсе, инкубатор адамдардың барлығы бірдей, әдемі, бірдей болуға талпынып жатыр, хирургия істейді, арықтауға тырысады деп жатыр, Біріншіден, бұл тікелей сұлулық байқауының мәселесі ме, құрметті төреші мырзалар? Біз көрдік па рекламадан, Колгейттің рекламасынан немесе тіс пастасының рекламасынан тісі қисық қыздардың тұрғанын? Тісі түзу қыздар тұрады. Немесе әдемі шетелдік фильмдерде әдемі қыздың образын ешқашан томпақ қыздар бермейді. Немесе қолы жоқ, аяғы жоқ қыздар бермейді. Оны оларды даттап жатқаным жоқ, бірақ сондай идеалды образды қалыптастырып беретін кинематографтар бар. Бізде әлеуметтік желілер бар, құрметті төреші мырзалар. Оны тікелей анау не қалыптастырып беріп жатқан жоқ, жаңағы стандартты сұлулық байқаулар қалыптастырып беріп жатқан жоқ. Оны біз күнделікті телевизордан да көріп жатырмыз, күнделікті интернеттен де көріп жатырмыз. Және неге осы сұлулық байқауларындағы стандарт осы интернеттегі стандартқа қарағанда жақсы? Себебі сұлулық байқаулар, мен жаңа айттым ғой, белгілі бір ұйымдар қадағалайды, оның шектен тыс ашық-шашық киінбеуіне, жыныс мүшелерін ашық көрсетпеуіне деген сияқты барынша этиканы сақтауға тырысатын жерлер болады. Ал қазір осындай сұлулық байқаулар болмаса не болады? Ойланып көрдіңіздер ме? Онда бізде бір Алматыда бір қыз бар ғой, үйлінің бір шешінетіне, фамилиясы Бай деп басталатын. Сондай адамдар пайда болады да, олар біледі адамдардың осындай ашық-шашық нәрсеге қызығатындығын. Сондықтан Инстаграмға бей-берекет суреттер салып, өзін насихаттап, осы бір стандартты олар әлеуметтік желі басқа нәрседе қалыптастыратын болады. Ол жақсы ма, құрметті төреші мырзалар? Ол жаман. Себебі біз оны мемлекет ретінде осы нәрсеге шек қоя алмаймыз, Инстаграм деген нәрселерге. Олар өте актуалды, өте жаман нәрселер. Шешіну қыздардың осы нәрсеге талпыну деген сияқты. Ал біз ғаламдық байқауларда біз оларға бір белгілі шектеулер қоя аламыз. Неге шектеулер қоя аламыз? Соңғы өткен Үндістанда өткен ғалам ару байқауында осы жергілікті мұсылмандарды құрметтеп, әлем ару байқауында қыздарды ашық-шашық киінуден, жағдай дефиле дейміз ғой, жүріп өтуден бас тартқан болатын, құрметті төреші мырзалар. Сондықтан да біз бүгінгі тарапта осындай ұйымдардың тек қана стандарт емес, жергілікті дәстүрлерге де құрметпен қарайтындығын көріп жатырмыз. Енді мен екі нәрсе түсіндірем. Біріншіден, ол экономикалық пайда, екіншісі қайырымдылық жасау құралы екендігін. Бірінші, неге экономикалық пайда, Бүгінгі тарапта біз көріп жатырмыз. Қытайдағы Хайнянда болды, Қытайдағы тағы бір қала бар еді жаңа. Қытайдағы мүлдем ешкім білмейтін бір қалаға міне жақында осы 2019 жылы өтейін деп жатқан байқау сол Қытайда өтейін деп жатыр. Үндістанда жағы мен айтқан қала Бангладеште өтті деген сияқты. Осындай аймақтарға үлкен туризмнің
несін алып келе алады, күшін алып келе алады, келтіре алмай жатқан. Себебі олар спорт шараларын өткізуге, саяси шараларды өткізуге бұл мемлекеттердің қауқары жетпейді. Сондықтан да олар осындай шығыны аз шараларды өткізеді де өзіне көп үлкен экономикалық пайда алады. Неге? Себебі бұндай ғаламдық байқауларда түрлі жаңағы Avon'ның бар, Faberlic-ің бар, шашқа жағатының бар, бетке жағатының бар, түрлі бренд киімдерің бар. Осының барлығы бір ортаға жиналған кезде, жаңағы бір мемлекетке жиналған кезде үлкен оған назар аударылады, СМИ-дің назар аударылады, өте үлкен экономикалық пайдалар алып келе алады. Яғни олар тек қана жай ғана бұл адамдардың жиналуы ғана емес, туристердің осы аймаққа келуіне, одан әрі осы аймақтың популяризациясына әсер ете алады. Басқа жолдар да бар, бірақ осы қазіргі таңда мен Қытай білмейтін қаласын осы байқау арқылы білдім десем болады, иә. Екінші нәрсе, неге өзі қайырымдылық жасау құралы болады? Бізде қазір әлеуметтік желіде анаған көмектес, мынаған көмектес деген түрлі сайттар көбейіп жатыр, иә. Қазір қайырымдылық жасату адамдарға өте қиын, құрметті төреші ханымдар мен мырзалар. Сондықтан да осы байқауды ұтқан адам міндетті түрде қайырымдылыққа көмектесетін болады. Ол келісімдерде келісім шарттың негізінде көрсетілген осы адамдарға көмектесу керек. Тіпті біздің осы қазақстандық нені ұтқан, қайырымдылық байқауын ұтқан аруларымыз қазіргі таңда осы қайырымдылық ұйымдарын ашты. Осы 2012 жылы ұтқан Қазақстан аруы, ұмытпасам, жүрек жылуы деген бір ұйым ашқан болатын. Үндістандық ғалам аруы болған ару осы Үндістанның бір ауылында өзінің жергілікті қыздарының білім алуына мектеп салып беру, қайырымдылық жасау сияқты істермен айналысқан тұғын. Біз келсеміз, басқа да қайырымдылық жасау ұйымдары бар, бірақ қайырымдылықтың ешқашан да артықшылығы жоқ. Ал сұлулық байқауларының қазір бір стандарттарға негізделіп, белгілі бір тәртіптерге бағынып, және пайдасын тигізіп жатқаны бізге бұл ұйымнан, бұл сұлулық байқауынан бас тартудың қажет емес екендігін көрсетеді. Жеребе соқыр деген осы, қыз балалар сұлулық байқауларын өткізуден бас тартып жатыр, ал жігіттер керісінше. Келесі бөлім сұрақ-жауап деп аталады. Біз фракция мүшелерін толығымен сахнаға шақырамыз. Бұл бөлімде командалар бір-біріне 3 сұрақтан қойып, жауабын алуға құқылы. Бірінші болып, мысал үшін Жақтау фракциясы бастасын. Жақтау фракциясына қойылатын бірінші сауалымыз: сұлулық байқауларын өткізудегі ең басты қажеттілік не? Экономика ма, қайырымдылық па, немесе сіздердің ойларыңыз? Ең басты қажеттілік не? Сұлулық байқауларын өткізуде біз жаңа басында өздеріңіз айтып кеткендей, ол бірінші сән көрсету, мода көрсету деп жатырмыз. Ол моданың ішіне сән көрсетуге үлкен ақшалар кіреді. Себебі киімдердің барлығы бренд, оның барлығы үлкен ақша. Екінші нәрсе, экономикалық пайдасын тигізіп жатыр. Одан кейін өздеріңіз айтқан жаңағы тәрбие беру, қайырымдылық жасау, оның барлығы осы келісім шарттың негізінде осы сұлулық байқауларының өтуіне бірден бір септігін тигізіп жатқан шаралар. Фархат мырза, сіз жаңа айттыңыз, оның нәтижесі бар ғой, оның нәтижесі келеді, жақсы пайда келеді, жеңген адам медиа адам болады, оның болашағы бар. Ал қалған жеңілген адамдарға қандай дискриминация болмай ма? Біріншіден, бұл жарысқа ешкім жеңілем деп қатыспайды. Бәрі де жеңуге тырысатын адамдар. Биыл жеңілсеңіз, келесі жылы барып қатыса аласыз. Сіз жоқ дегенде әлем байқауына қатысып жатқан ару, ол белгілі бір аймақтан іріктеліп келген ару. Біздің Қазақстанның атынан да көптеген арулар іріктеліп барды, ол жақтан жеңіліп қалды. Бірақ ол біздің медиа тұлғамыз болып қалыптаса алды. Біз мысал ретінде Сәуле Рахметованы алсақ болады, балерина болған. Сол біздің атымызды әлемге танып жүрген, қазіргі таңда осы сұлулық конкурсының арқасында өзінің септігін тигізген болады. Және сонымен қатар жеңіс деген бұл жерде тек әлем аруы деген титулды алумен ғана есептелмейді. Оның жаңағы біз айтып отқан медиа тұлға болып қалыптаса алуы, оның өз-өзін көрсете алуы, оның алдағы өміріне және басқа да ханымдарға ол жақсы әсер ете алатын болса, ол өзінің жеке және жалпы өзінің ханым ретінде, әйел ретінде жетістігі, қыз ретінде жетістігі деп есептейміз. Сұлулық байқауларын өткізуге қарсы болатын дәстүрлі қоғам мүшелері үшін олар сұлулық байқауларының жақсы жақтарын қалай түсіндіре аласыздар? Мынандай нәрсе, біз қоғамдық мәселені талқылағанда біз қоғамның басым көпшілігінің мәселелерін қарастырамыз. Мынау орыстың сөзімен айтқанда исключение деген нәрселер болады. Біз олардың емес, басым көпшіліктің қызығатын, басым көпшілікті ойландыратын тақырыптарды талқылаймыз. Мына сіздің айтып отырған сұрағыңыз бұл қоғамның тыс бөлігі де. Себебі біз қоғамның әр азшылығына қарай жүгіре беретін болса, қоғамда ортақ бірізділік, ортақ стандарттар ешқашан қалыптаса алмайды. Мемлекет ешқашан азшылық үшін жұмыс жасамайды. Ортақ заңдар қалыптастырар кезде. Жақсы, рахмет. Сіздер бағана бізге мынандай бір мәселе туралы ой тастадыңыздар, яғни дұрыс емес идеологияның жүріп жатқаны, кішкентай балалардың сұлулық байқауларына қатысты. Жақсы, егер біз сол сұлулық байқауларының ішіндегі кішкентай балаларды арналған сұлулық байқауын алып тастасақ, жалпы байқаулар қала беруіне қарсы емессіздер ғой? Қарсымыз.
Жақсы, оған да қарсысыздар. Жақсы, түсінікті. Енді сіз осы байқауларды алып тастау арқылы адамдардың стандартқа ұмтылуын немесе адамдардың сұлу болуға деген ұмтылысын жоққа шығара аласыз ба? Осымен шектей аласыз ба? Жоқ, әрине шектеуге болмайды. Бірақ қараңыздар, жаңа Фархат мырза былай айтты. Сұлулық байқаулары керек. Қазіргі таңда сұлулық байқаулары бір белгілі бір стандарттар қоймайды деді. Бірақ тогда зачем сұлулық байқаулары? Егер оның өз функциясы қазіргі таңда ақтарылмай жатса, қазіргі таңда сұлулық байқауларысыз-ақ біз стимул қоя аламыз. Қазіргі таңда оның актуалдығы жоқ дедік. Сонда олардың актуалдылығы сіздерде ойларыңызша немен есептелінеді? Қоғамға қажеттілігімен есептеледі. Келесі бөлім қолдау мен қорғау деп аталады. Мұнда фракцияның екінші спикерлері сөз таластырады. Жақтау тобының спикерінде 5 минут уақыт. Сәлеметсіздер ме жастар алаңына жиналған қауым. Бүгінгі біздің талқылап отырған қарарымыз бұл палата сұлулық байқауларын өткізуден бас тартады. Даттау тобының айтқан негізгі аргументтері сұлулық байқауларын өткізу қажет деген. Шын мәнінде сұлулық байқауларының негізгі мәнінде өткізілетін мақсат мұратына жетпейді. Яғни ол кісілердің айтуынша экономиканы дамыту үшін немесе қайырымдылық жасау үшін бізге сұлулық байқаулары қажет болып табылады екен. Өкінішке орай біз барлығымыз білеміз, мемлекеттің экономикасының дамытуына сұлулық байқаулардың қосып жатқан үлесі айтарлықтай жоғары емес. Және туризмді дамыту үшін ғана немесе белгілі бір аймақтарды, жаңа алаңдарды көру үшін немесе жаңа орындарды көру үшін ғана біз сұлулық байқаулардың билеттерін сатып алып, сол конкурстарға немесе байқауларға қатысуға ниет білдірмейміз. Оларды көруге қарамаймыз. Немесе теледидардан сол үшін ғана қарап отырмаймыз. Қытайдың белгілі бір қаласының туристік дамуы қалай екен, немесе ол жерде не бар екен деген сияқты дүниелер бізді қызықтырмайды. Шын мәнінде бізді сұлулық байқауларында қызықтыратын дүние ол жердегі қатысушылар мен сұлулық эталоны бола алатын азаматтар ғана, азаматшалар ғана. Біз осы стандарттарды көре отырып, өзімізге сондай бір ойларды қалыптастыру үшін ғана жасаймыз. Яғни ол адамдардың қызығушылығы дегіміз келеді. Дегенмен қазіргі таңда ол қызығушылықты қамтамасыз ететін басқа да алаңдардың көп екендігін айтамыз. Бізге дәл қазір дәл осы сұлулық байқаулары қажет емес ондай қызығушылықтарды адамдардың қанағаттандыру үшін. Бізге ол нәрселерді қанағаттандыру мақсатында әлеуметтік желілердің бар екендігін, басқа да көптеген бағдарламалардың бар екендігін көреміз. Сонымен қатар қазіргі таңда адамдардың көпшілігі білімге, ғылымға қарай ұмтылып жатқандығын назарға алуымыз керек. Қазіргі таңда біз айта алмаймыз, барлық азаматтар, азаматшалар сұлулыққа осы сұлулық байқауларына қатысып жатқан. Табиғи сұлу бейнесінде қатысып жатыр деген дүниені айта алмаймыз. Олар шын мәнінде көптеген пластикалық операцияларды, немесе жасанды өздері айтып жатқан секілді макияж жасау, немесе түрлі бояуларды жағу деген сияқты дүниелермен түрлі сұлулықтың бейнесін қалыптастыра алады. Және өздерін солай көрсете алады. Бұл тұрғыдан алғанда адамдар ол нәрсеге осы кісі шын мәнінде сұлу болды екен деп баға беріп жатқан жоқ. Біз бұл жерде азаматшаларды бағалап жатқан жоқпыз. Біз қай компанияның продукциясы жақсы түрде адамды әдемі етіп көрсетіп жатыр деген сияқты бағалауларға қарай кетіп бара жатқандығымызда. Шын мәнінде сұлулық байқаулықтары осы себепті де өзінің шынайы мақсаттарын жойды және қазіргі таңда актуалды емес деген идеяны ұсынамыз. Екінші жағынан ұсынамыз біз дата тарапына бұл сұлулық байқауларын келтіріп жатқан кері әсерлерін қоғамға. Бірақ дата тарапы бізге ұсынады ма сұлулық байқаулары келтіріп жатқан оң әсерлерді? Сұлулық байқаулардың арқасында жасап жатқан дүниелерді келтіреді ме? Иә, олар айтады, қайырымдылық қорлары деген сияқты дүниелерді. Бірақ біз түсінуіміз қажет. Қайырымдылық жасау сұлулық байқауларының негізгі мақсаты емес. Сұлулық байқауларында орын алған немесе әлем аруы титулына ие болған азаматтарды міндеттейді осы дүниелерді жасауға. Бірақ ол міндеттеу шынайы жүректен келгендігін, немесе осы әлем аруына қатыспай-ақ ол онсыз да қайырымдылықпен айналысып жүрген жан екендігін бізге көрсетіп береді ме? Ол дәл осы сұлулық байқаулары. Өкінішке орай жоқ. Келесі тағы мынандай нәрселерді айтады. Жалпы айтқанда осы екі аргументті ғана қозғайды: экономика және қайырымдылық жасау. Біз қайырымдылықтың негізгі көзі, қазіргі жасалып жатырған негізгі көзі сұлулық байқауларының жеңімпаздарының қалтасынан шығып жатқандығын, немесе дәл солардың арқасында белгілі бір акциялардың, компаниялардың жүріп жатқандығымен келіспейміз. Көптеген қайырымдылық қорлары жұмыс жасауы белгілі бір кәсіпкерлердің әрекетінен, немесе мемлекеттің көмегімен, Біріккен ұлттар ұйымының тағы сондай сияқты халықаралық ұйымдардың көмегімен жақсырақ жұмыс жасайды сұлулық байқауларының жеңімпаздарының жұмыстарына қарағанда.
Келесі мынандай нәрсені енді тағы бізге қандай қарсылықтар келтіреді. Сіздер қандай идеологияны айтқандарыңызды түсіндірмейсіздер дейді. Қазақ аруы дәстүрді дәріптеп жатыр, тағы сондай сияқты дүниелерді айтады. Яғни сұлулық байқауларына қатысқан кезде басқа да IQ-ге қойылатын сұрақтар немесе өнерін талқылау деген сияқты. Бірақ біз ондай шын мәнінде өнерді байқайтын байқаулардың өнер байқаулары бар екендігін, немесе X-Factor деген сияқты байқаулардың бар екендігін, вокалдық сайыстардың бар екендігін түсінеміз. Яғни би жарыстары деген сияқты. Неге біз дәл сондай жарыстарға, өнер байқауларына бармаймыз? Неге біз IQ сайыстарына жасамаймыз? Неге біз дәл осы сән байқаулары, сұлулық байқаулары арқылы ғана осы мақсатқа жете алатындығымыз бізге әлі күнге дейін түсініксіз болып қалып отыр. Үкімет, даттаушы тарап дәл осы нәрсені түсіндірмейді. Келесі, біз қандай идеологияны айтамыз? Балалар сұлулық байқауларына келетін болсақ, осы әйелдерге немесе ересек азаматтарға жасалған сұлулық байқаулардың нәтижесінен біз көптеген балаларға оның үлкен әсер беретіндігін көре аламыз. Кейбір ата-аналар өзінің балаларының дәл осындай жеңіл жолмен танымал болуын қалауы мүмкін. Және осы жолға өзінің балаларын тәрбиелеуі мүмкін. Сен үнемі байқауларға қатыс деген секілді, оның балалығынан айыруы мүмкін. Үнемі осындай бір жарыстарға алып баруы мүмкін. Және осы бұл идеологиялық тұрғыдан балаларға кері әсер ететіндігін біз түсінуіміз қажет. Бұл жерде біз көптеген қоғамды тәрбиелеудегі үлкен қателіктер жіберіп жатырмыз. Адамдарды сырт келбетіне қарай бағалауға үйретіп жатырмыз. Шын мәніндегі алып келетін болсақ, бұл барлық дүниелердің дұрыс ақталмай жатқандығын түсінуіміз қажет. Келесі мынандай нәрсені айтады. Ақталмайтын шығынға келетін болса, яғни бұл жерде жеке азаматтардың қалтасынан қаражат шықпайды деген дүниелер. Мемлекеттер осы шығындарды әлем аруына қатысу үшін өзінің азаматшаларының атынан дәл осы шығындарды мемлекет төлейтіндігінде. Мысалы, әлем аруына қатысу әрбір мемлекеттің тарапынан $5,5 мың қаражатты құрайды. Мисс Супернейшнл жарысына қатысу үшін 2000 евроға дейін әр мемлекет төлеу қажет болып табылады. Бірақ дегенмен де осы төленетін қаржыны біз қайырымдылыққа жұмсайтын болсақ, дәл осы кісілер айтқан сияқты, немесе туристік орындарда ашу, экономикаға жұмсайтын болсақ, оның пайдасы әлде қайда жоғары болушы еді, бір ғана кісінің сұлулық байқауына қатысуына қарағанда. Жалпы алғанда біздің сөзіміз осымен аяқталады. Даттаушы тараптың пікірін естуге дайынбыз. Даттау фракциясының спикерінде де 5 минут уақыт бар. Рахмет, құрметті көрермендер, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Бүгін енді өте қызық тақырып талқыланып жатыр. Енді жалпы тақырыптарды түсіндіретін болсам, бүгін сұлулық байқауы керек пе? Яғни қазіргі сұлулық байқауының бізге қоғамға, былайша айтқан кезде адам өмірінің сапасына тигізіп жатқан оң пайдалары көбірек пе, немесе теріс пайдалары көп пе деген сұрақты мәселені талқылап жатырмыз. Енді осы адам өмірінің сапасына әртүрлі нәрселер әсер етеді. Бірақ Маслоудың теоремасы бойынша алып қарайтын болсақ, пирамидасы бойынша адам өмірінің сапасына ең бірінші қажеттіліктер теориясы деген бар, иә? Қажеттіліктер әсер етеді адам өмірінің сапасының жақсы болуына. Енді осы сұлулық байқаулары адам өмірінің сапасына ең бірінші қажеттілікке қалай әсер етуі мүмкін? Бәрімізді ойландыратын қызық сұрақ. Мен сіздерге алдын ала келесі сөздерімді түсіндіретін боламын. Қазір мен маған келген сұрақтарға жауап берейін. Енді ең бірінші бұл кісілердің айтуы бойынша актуалдылық жоқ дейді. Құрметті көрермендер, енді мынандай мәселе. Бір нәрсені бас тарту үшін сен оның жай ғана қазіргі оның сөніп бара жатқанымен қатар оны енді қайта оралмасын, енді оның қайта келмесіне толық көз жеткізуіңіз керек. Түсінесіздер ме? Мен сіздерге қарапайым түсінікті тілмен айтайын. Адам ауырып жатқанда енді оның беті бері қарай ма, бері қарамай ма деген медицинада кәдімгідей қаралады бұл мәселе. Оны адамнан бас тартуға бола ма аппараттан өшіруге? Оны беті бері қарай ма, бері қарамай ма деген сұрақ ойландырады. Енді қараңыз, осы сұлулық байқауларының актуалдылығын арттыруға мүмкін бе? Немесе оның актуалдығын енді ешқандай механизмдер арқылы арттыра алмаймыз ба? Егер біз оны арттыратын болсақ сұлулық байқауларына жан бітіріп, себебі мен қазір оны түсіндірем, неге арттыруымыз керек екендігін. Бірақ әлі де түсініксіз неге актуалды емес екендігін. Себебі өзі айтады, мемлекет қаржы бөліп жатыр дейді. Ол неге актуалды емес? Демек мемлекетте бұл жерде мемлекет ақымақ емес, кез келген мемлекет жайдан жай актуалды емес мәселелерге немесе актуалды емес іс-шараларға қаржы жұмсамайды. Кез келген мемлекеттің бір мүддесі бар, мемлекеттің бір көздейтін мақсат міндеті бар. Яғни осы орайдан алып қарағанда бұны актуалды емес деудің өзі үлкен қателік болып есептелінеді. Енді психологиялық әсер. Жақсы, 300 адам қиналып қалды екен деп. Сонда 300 миллион адамның немесе 3 миллиард халыққа тиіп жатқан пайдадан тыюға болады ма? Ал ол 3 миллиард халыққа сұлулық байқаулардың тигізетін әсері қандай екендігін алда түсіндіретін болам. Енді мемлекет төлейді дейді. Мемлекеттен ақша кетіп жатыр, мемлекет оны қайырымдылыққа жұмсайтын болса жақсырақ еді ғой дейді. Құрметті көрермендер, мемлекет ешқашан ешқандай ақшаны, тіпті бір тиын болсын, себебі ол біздің қалтамыздың ақша, біздің салықтан келген ақша, оны
былайша айтқан кезде мақсатсыз, міндетсіз жаратпайды ешқашан. Естеріңізде болсын, мемлекет ешқашан ақшаны желге ұшырмайды. Мемлекеттің осы ақшаны жаратуында белгілі бір мақсат, міндет бар. Енді оны менің алдындағы әріптесім түсіндіріп кетті. Яғни мемлекет осы сұлулық байқауларына неге ақшаны шығарып жатыр? Себебі бізде қазіргі қоғамда сұлулыққа деген ұмтылыс әрқашан бар. Сұлулықтың стандарты қай қоғамда да болсын бар болған. Шыңғыс ханның заманында балтыры үлкен келіншек қыздарды алыңдар, себебі ұрпақтарың батыр болады деген сияқты. Немесе қазақ фольклорына келетін болсақ, Қыпшабел, Қолаңшаш деген өлеңдердің барлығы да қай заманда болсын, құрметті көрермендер, стандарттың сұлулыққа қойылатын, алма мойын, шие ерін деген сияқты сұлулыққа қойылған стандарттың бар екенін көрсетеді. Бізде дәл қазіргі қоғамда да, дәл қазіргі мемлекетте де адамдар сұлулыққа ұмтылады. Сұлулықтың стандарты бар. Түсінесіздер ме? Бірақ енді сол стандарттарды мемлекет өзінің қолына алып, өзінің тетіктері арқылы өзі адамын жіберіп, мемлекет соны қаржыландырып, соны өзі бақылай алғаны жақсы ма, жаман ба? Мемлекет оны бақылай алатын болса, біз айттық, стандарттарға әрқашан ұмтыла береді. Ендеше әлеуметтік желілер арқылы адамдар өз-өздерін көрсетуге тырысады. Ол қалай жаман әсер етеді? Әлеуметтік желілер шыққан кезде мемлекеттің идеологиясына қарама қарсы әрекеттер жүзеге асады. Немесе аш жалаңаш, қыздардың жалаңаш өздерінің жаңағы дұрыс емес нәрселерін көрсетуі, немесе атын шықпаса жер өрте дейді, қазақ айтады. Атын шықпаса жер өрте деген өте ауыр сөз. Қазіргі қоғамда өтінішке орай атақты болудың сондай жолдары кетіп жатыр. Әлем аруына қатысқан кезде мемлекет қоғамға бір нәрсені не береді? Үндеу тастайды. Міне, ақылына көркі сай, қайырымдылық жасайтын. Сендер білем, осы сұлулыққа ұмтылып жатсыңдар. Сендер бұған ұмтылмаңдар деп мемлекет ешқашан айта алмайды. Мемлекет білет, онсыз да халық ондай сұлулыққа ұмтылып жатқан. Мемлекет ұмтылып. Ендеше, егер сендер ұмтылатын болсаңдар, онда сендердің ұмтылатын образдары міне мынау болсын. Қайырымдылық жасайтын болсын, ақылды болсын, оратор болсын, бірнеше тілді меңгерген болсын, және ол үлгілі адам болсын дейді. Яғни осы стандартты мемлекет өзінің тетіктері арқылы қамтамасыз ете алады. Енді қараңыз, бұл сұлулық байқаулары деген жай ғана бір өткізіле салатын іс-шара емес. Оның артында үлкен фэшн индустриясы тұр. Яғни мейкап болсын, жаңағы киімдер болсын, брендтер болсын, рахмет. Оның артында үлкен бизнес платформа бар, құрметті достар. Сіздер оны жоқ деп айта алмайсыз. Яғни осы бизнес платформалар, осы сұлулық байқауларын пайдаланып, халыққа, мемлекетке өзін тауарын өткізіп, мемлекетке салық алып келіп жатса, оның несі жаман? Адам өмірінің сапасы. Ертең сіз осы сұлулық байқауларын өткізбейтін болсаңыздар, ол фэшн индустрияның тауарлары сапасы, ақшасы азаятын болса, ендеше мемлекетке аз салық түседі. Ал мемлекетке түсетін салық ол бізбен сіздің өмір сапамызды арттыруға жұмсалатын ақшалар. Сіз жай ғана бұл жерде сұлулық байқауын ғана алып тастап тұрған жоқсыз. Оның артындағы үлкен индустрия, бизнес платформаны өзіңізбен бірге алып кетіп жатсыз, біріншіден. Екіншіден, мемлекеттің қазіргі бүкіл адамдардың стандартқа ұмтылып жатқан қоғамында сіз мемлекеттің жалғыз сол стандартты бақылай алу тетігінен айырайын деп отырсыздар. Бұл жай ғана бір іс-шара емес, оның артында үлкен идеология жатыр, және оның артында бизнес платформа жатыр. Себебі мен басында айттым, мемлекет босқа ешқашан ақшасын шығынға жұмсамайды. Рахмет, сөзім аяқталды. Сайысымыздың ақырғы бөлімі түйін деп аталады. Оны бастайтын бұл жолы Даттау фракциясының лидері, оның еншісінде 4 минут. Сөз бергеніңізге рахмет. Мен басында айтып кеткендей, зиян мен пайда ол абсолютті зат емес. Ол салыстырмалы түрде болады. Біз бір пайдаға тырысамыз деп, үлкен зардап шекпеуіміз керек. Мен қалай айтам? Бұл кісілердің зияны не болды? Біріншіден, тәрбиелік мәні дейді. Біз тәрбиелік мәнімізден айырылып қалдық дейді. Мен айтам, дәстүрлі жердегі болып жатқан, жаңағы Индиядағы болып жатқан, Қазақстанда болып жатқан қазақ ару деген сән байқаулары біздің ұлттық менталитетімізді қалыптастырып беріп жатыр ғой. Қарсылық жоқ. Екінші, даттау туралы айтады. Даттайды, ол жерде стереотип қалыптастырып береді, адамдарға стандарт қалыптастырып береді дейді. Жоқ, стандарт қалыптасқан жоқ. Стандарт әртүрлі болып жатыр. Неге? Себебі қалыптасқанның өзінде біз қара нәсілді, қысық көзді Қытай қыздың, немесе сары шашты Еуропа қызының ұтқанын көрдік. Демек, бізде бүгінгі тарапта ондай стандарт жоқ. Стандарт болғанның өзінде, осы неге сән байқауларында стандарт жақсы, құрметті төреші мырзалар. Жарайды, болды дейік. Ал адамдарға 90-60-90 деген дене бітімін ұсынып жатыр. Мемлекет оны қадағалап жатыр ғой. Мен жаңа айттым, қадағалап жатыр. Мемлекет ол нәрсенің ашық-шашық тым қатты кетпеуіне, адамдарға жаман идея тастамауға мемлекет қадағалап жатыр. Себебі Үндістанда қыздардың тыржалаңаш дефиле көрсетуіне тыйым салды. Ол жай ғана үстіне киім кигізіп шығаруға тырысты. Үндістанның Бангалор деген қаласында Мисс Мира байқауы өткен болатын. Осы жерде осындай тыйым болған. Демек, құрметті төреші мырзалар, біз бүгінгі тарапта осындай стандартты мемлекеттің қолына бермесек, біз бұл нәрсені жауып тастайтын болсақ, осыдан бас тартатын болсақ, не болады? Онда мен бағанағы айтқан бір қыздар
Алматыдағы бір қыздар сондай ашық-шашық киініп, өз-өзін көрсетуге, өз-өзінен медиа тұлға жасауға, сол арқылы ашық-шашық киінуге оларды бақылауға жоғалып кетеді. Қайсысы жақсы? Бақылау бар жер жақсы ма, бақылау жоқ жер жақсы ма? Осы кезде зиян мен пайданы салыстыру керек. Үшінші нәрсе, мемлекет бөлу, ақша бөлу, желге ұшыру дейді. Осы кезде салыстырайықшы. Мемлекет менің спикерім айтып кеткендей, ақшаны желге ұшырмайды. Жарайды, біз осы сұлулық байқауын ұйымдастырамыз деп азғантай ақша құрттық, немесе кейбір қыздар жылап қалып жатыр деп отыр, 300 қыз осыны өтпеген үшін. Бірақ біз осы үшін өкінуіміз керек па? Өкінудің қажеті жоқ. Себебі бізге мемлекетімізге брендтер келіп жатыр, мемлекетімізге көптеген тауарлар келіп жатыр, Avon келіп жатыр. Өте үлкен тауарлар, өте оны шашы бар, бояуы бар, тағы басқасы өте қымбат тұрады. Ал одан түскен салыққа не істейміз? Біз одан түскен салыққа өте үлкен адамдарға пайда келтіре аламыз, құрметті төрешіміз. Зиян ба, пайда ма? Осы кезде үлкен салыстыру керек. Біз не туралы айттық? Біз қайырымдылық туралы айтып жатырмыз. Жарайды, осы байқауды тастайық. Қайырымдылық тоқтамайды, қайырымдылық жүре берсін, жарайды, келісейік. Бірақ бізге қайырымдылық аздық ете ма? Жақсылық аздық ете ма, құрметті төреші мырзалар? Біз қайырымдылық жасауға адамдарды үгіттей алмай жатырмыз. Қайырымдылық жасауға күнделікті ұйым құрып жатырмыз. Пайдасы тиіп жатыр ма? Әлсіз жүріп жатыр. Ал осындай байқаулар бағана мен айтқандай, Үндістандағы мисс Үндістан өзінің ауылының қыздарына білім алуға мүмкіншілік жасады, ауылының қыздарына жағдай жасап берді. Мен айтқым, қазақстандық Жұлдыз Омарбекова Жылы жүрек деген ұйым ашты. Әлем аруы әлемді аралап, әлем арулары осындай жолдарды, қайырымдылықтарды насихаттап жатыр. Бізге қайырымдылық зиян тигізіп жатыр ма? Пайда ма, зиян ба? Жарайды, біз сіздер айтқан зияндарды зиян деп ойлап жауап тастайтын болсақ, біз осындай жақсы нәрседен айырылып қаламыз ғой. Осы нәрсе туралы ойланып көрдік па? Осы нәрсе туралы көбірек ойлану керек. Келесі нәрсе, экономикалық пайда туралы айтып жатырмын. Жарайды, біз бұны жауып тастайық. Бірақ біз енді Үндістандағы Банглорға қалай ақша келтіреміз? Ол жақта футболдан әлем чемпионатын өткізе алмайсың, экономикалық саяси оқиғаларды өткізе алмайсың, сен оған қауқары жетпейді. Ал осыған аз ғана ақша кететін Үндістанның Банглор деген қаласына жай ғана біз әлемдік байқауды ұйымдастырдық. Оған әлемнің жұлдыздары келді қатысуға, көргісі келді, кім ұтқысы келетін, көптеген ақша салынды шетелдіктерден, мемлекеттен болсын, басқа ақшалар салынды. Соның нәтижесінде не болды? Мемлекетке үлкен пайда түсті. Банглор деген қаланың көтерілуіне біз септігімізді тигіздік. Экономикалық пайда ма, экономикалық пайда емес пе? Біз осы нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін, құрметті төрешіміз. Сәйкесінше, мен басында айтып кеткендей, сұлулық байқауы ол тек қана адамдардың сұлулығынан тұрмайды, ол интеллекттен тұрады, ол адамдардың білім деңгейінен тұрады. Осы нәтижелер арқылы біз қандай да бір пайдаларға жетіп жатырмыз ба, қыздарды көрсету арқылы адамдардың арасында жетіп жатырмыз. Ал біз сіздер көрсетіп жатқан зияндарды қоғамның басқа салаларынан да көре аламыз. Ал дәл осы сіздер айтып жатқан сұлулық байқаулары керісінше әлемге зиянынан қарағанда пайдасы көбірек тиіп жатыр. Сондықтан да біз бас тартуымыздың қажеті жоқ. Бас тартқанның өзінде біз ешқандай пайда таппауымыз мүмкін, бірақ үлкен шығындарға ұшыраймыз. Ал біз бас тартпасақ, үлкен пайдаларға кенелетінімізді мен сіздерге дәлелдеп бердім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әділ шешім береді деген сенімдемін. Рахмет. Сайысымыздың соңғы сөзі жақтау фракциясының лидерінде 5 минут уақыт. Тағы да қуаныштымын. Енді бірінші мынандай зат айтады, қазіргі таңда әлемде 3 миллиард адамға қажетті. Біріншіден, қандай дезинформация? Әлемнің қазіргі 3 миллиард, 2 миллиард адамы футбол көрмегенде Мисс Мираны, әлемдік аруды көрмейді. Бұл жерде дезинформация кезінде. Екінші, мынандай зат айтады, қазіргі таңда бізде ұмтылыс болып жатыр. Мен айтпаймын, сұлулыққа ұмтылыс болмаған деп. Қазіргі таңда да сұлулыққа ұмтылыс болған, ол бола береді. Бірақ қазіргі таңда глобализация, жаһандану деген сияқты зат бар. Ол арнайы, ол қазіргі таңда желі арқылы, ол басқа да ұйымдар арқылы, басқа да жобалар арқылы да біз өзімізге қазіргі таңда идеал қоя аламыз. Қазіргі таңда не үшін мен айтып жатырмын, актуалдығы жоқ. Бұрында біз сіздер қазіргі таңда біз демократиялық мемлекетте өмір сүреміз. Қазіргі таңда көптеген тауарлар бар, көптеген сапа бар. Біз таңдау білеміз, яғни біз өзіміз таңдай аламыз. Ал бұл тарапта айтып жатқаны дұрыс емес деген келіп отыр. Және мынандай зат айтады, мемлекет өз мүддесін біледі. Я, мен айтпаймын, мемлекет өз мүддесін білмейді деген сияқты. Бірақ мемлекет өз мүддесін басқа жолдармен де шеше деген, басқа жолдармен де шеше алады өз мүддесін. Мен айтпаймын, именно осы жолмен шешу керек деген ешқандай сөз жоқ. Екінші, мынандай зат айтады, индустрияны дамытып жатыр дейді. Бірақ қараңыздар, сұлулық байқауларын жапсақ, фэшн жоқ болып кете ма, мейкап жоқ болып кете ма, туризм жоқ болып кете ма, не экономиканы түсіп кете ма? Жоқ, бұл жерде тарап кеткен өте үлкен қателік. Енді мынандай зат айтады, тәрбиелік мәні ол керемет, ол ұлттық мәдениетті, ұлттық салт дәстүрді, ғұрыпты бізге насихаттайды дейді. Бірақ біз айтып жатыр, одан да басқа қазіргі таңда жобалар бар. Және де барлық әлем аруының 100-ден 1-і ғана мүмкін сен бір қазақша көйлек киесің, болды. А қалғандарында ол ұлттық насихатты, әдет ғұрыпты, мәдениетті насихаттамайды. Екінші бетет, ортақ
стандарт ол жақта жоқ. Біз басқа да стандарттар қойғанбыз дейді. Міне, қазіргі таңда сұлулық байқаудың негізгі функциясы бұрында болатын, атқаратын, ол ортақ стандарт қоятын. Бірақ қазіргі таңда ортақ стандарт керек емес. Біз қазіргі таңда ортақ стандартты қажет етпейміз. Сондықтан да сұлулық байқаулар бізге керек емес деген сияқты зат айтып отырмыз. Үшінші, бұл айтады, қазіргі таңда бақылау, сұлулық байқауларында бақылау болады. Осы бақылау болған жерде әділетті болады деген сияқты зат айтады, бірақ бақылаудың 100% бақылау боламайды. Сіз 100% бақылау болады десеңіз, мен 100% бақылау ол жақта боламайды деген сияқты тоже сізге оппонент боламын. Төртінші, мынандай сияқты зат айтады, Индияда жаңағы қалып басқа жаққа барып адамдар келді, жаңағы Банглор деген қаланы көріпті, дамыпты деген сияқты. Бірақ сіз о жақта 100% оның экономикасы көтерілгенін айтпайсыз. Мысалы, бізде Астанаға экспо деп адамдар келді, бірақ біз дамып кеткен жоқпыз, біздің туризміміз дамып кеткен жоқ. Біз керісінше зейнетақымыз құлады, ұлттық қордан ақша кетті. Сіз Индияда болдыңыз ба, или Индияның экономистсіз ба? Мен кешіріңіз, осы жерде түсіне алмай қалдым. Енді қараңыздар, мен осы тұста сұлулық байқаулар неге болмайды деген сұраққа бұл тараптан нені көрдім? Бұл тараптан маған екі жауап қана келді. Қайырымдылық қоры. Бірақ сұлулық байқауларын жапсақ, қайырымдылық қоры болмай ма? Рокфеллер, олар әр сайын өзінің қайырымдылық қолдары бар, қорлары бар. Және басқа да үлкен ірі компаниялар қайырымдылық қорын жүргізеді. Сұлулық байқаулар болса да болмаса да қайырымдылық қоры жүре береді. Екінші, экономикалық пайда келеді дейді. Экономикалық пайданы, туризмді да біз басқа жолдан таба аламыз, бірақ сұлулық байқауларынан емес. Егер сіздер, мен де мемлекеттің дамығанын қалаймын, мен де әр мемлекеттің туризмнің дамығанын қалаймын, мен де әр мемлекеттің әр қыздың салт дәстүрді, ұлтты, әр затты білгенін қараймын, жан-жақты болғанын қалаймын, және де дамығанын қалаймын, бірақ осындай жолдармен емес. Яғни сұлулық байқаулары қазіргі таңда актуалды емес, қазіргі таңда, және де сұлулық байқауларын біз жапқымыз келеді. Рахмет. Спикерлерге алғыс айтамыз, біз фракция мүшелерін толығымен сахнаға шақырамыз. Сонымен бүгін жыныстық тұрғыда бөлінген қос команда, яғни жігіттер мен қыздардың командасы сұлулық байқауларын талқылауға өз ойларын білдірді. Бүгін кезекті ширек финалдық жолдама егері анықталады. Ендеше ойында кім жеңімпаз болды екен? Төрешілердің пікірін білейік. Таңшолпан, Жауынбай. Бүгінгі жастар алаңында талқыланған тақырып өте қызықты және өзекті тақырыптардың бірі сұлулық байқауларынан бас тартуды бүгінгі біздің пікірсайысшыларымыз барынша ашуға тырысқан секілді. Жалпы сұлулық байқаулары деген бұл өте бір кең, өте бір ауқымды тақырыптардың бірі. Бұл жергіліктіден бастап әлем байқауларына дейінгі үлкен бір ауқымды бір платформаны қамтитындықтан бүгінгі біздің жақтаушы тарап біресе бір жергіліктіге түсті, біресе бір үлкен ғаламдық жаңағы байқауларға кетіп қалды. Және осының ара жігінде белгілі бір шекара қоя алмағандықтан бір түсіп, бір жаңағы қарсылық нүктелерінің өзі жаңағыдай бір байқаулардың арасындағы үлкен бір айырмашылықтарға кетіп қалып, қарама-қарсы бір пікірлерге жанасқанын ойын барысынан көре алдық. Дегенмен де біз түсінуіміз керек, бұл байқаулардың әсер ете алу алаңдары болады, және бұл байқаулардың әсер ете алмайтын алаңдары болады. Белгілі бір тұрғыда әсер етуге тырысатын нүктелері де болады. Және осы тұрғыдан да бір үлкен бір шатысулар болған секілді ойыншылар барысынан алдағы уақытта тақырыптың платформасын зерттеуді және кеңірек қарастыруды ұсынатын боламын. Және өзімнің жеке пікірім бойынша, енді бізге төрешілерге қойып берген ұйымдастырушылар тарапынан критерийлар бар екен, яғни командалардың аргумент мықтылығына және ой тереңдігі, шешендік деген секілді. Және осы бір критерийларға сүйене отырып, бір шешім қабылдауға тырыстым. Нүктелерде кімнің артықшылығы басымдырақ болған, және менің жеке бір пікірім бойынша бүгінгі тарапта кішкене бір басымдықпен ойынның келесі нүктесіне өтуге дауысымды даттаушы тарапқа беремін. Пікіріңізге рахмет. Келесі болып Бек Төлеу өзінің пікірін айтсын. Құрметті көрермендер, құрметті пікірсайысқа қатысушылар, бүгін жақсы бір пікірсайыс болды деп айтуға болады. Екі команда, бір жігіттерден құралған, бір қыздардан құралған команда екен. Мен 4 бөлімнен тұрған сайыстың, 3 бөлімнен тұрған сайыстың алғашқы бөлімінде жігіттер жақтың кішкене басымдыққа ие болғанын байқауға болады. Өйткені тұғыр командасы ғой,
тұғыр командасының лидері, бірінші спикері енді қаржы мәселесі $270,000 деген сияқты мәселелердің нақты айтып кетті. Өйткені қыздар бұл деректі қайдан алғанын, фактінің қайдан, нақты дерек көзі қайдан екенін айтылған жоқ. Өйткені бұндай мәлімет бұрын естіген емес екен. Сондықтан оны сілтеме беру керек еді. Және де бұл енді сұлулық байқауының жаңағы шығынның мемлекеттің бюджетіне тәуелді емес екенін, жекелей демеушілердің арқылы табылатын барлығын дұрыс айтып өтті деп ойлаймын. Және де сондықтан ал енді сұрақ жауап бөлімінде тағы да кішкене жігіттер жағы басым болды, қыздар нақты жауаптар берген жоқ. Соңғы қолдау қорғау бөлімінде керісінше Аманат командасының екінші спикері жақсы дәйекті пікірлермен дебаттың ережесіне сай өзінің қарсылық пікірлерін нақты деректермен келтіріп өтті. Сондықтан екінші спикері бұл сайыста басым болды. Ал соңғы сайысты екеуі де жобалас болды. Бірақ мен бір айта кететін жай, Аманат командасының бірінші спикері көп қажет емес орысша сөздерді көп қолданып кетті. Мис, мира, зачем, не надо деген сияқты мұндай сөздер енді бір аударма енді бір соншалықты бір қиын сөздер емес, қолданыста жүрген сөздер, қазақшасы бар. Сондықтан мұндай сөздерге абай болғанымыз жөн деп ойлаймын. Өйткені бұл жаңағыдай аудармасы табылмай жүрген немесе сондай сөздікте жүрген сөз емес қой. Сондықтан қарапайым қолданыста сөздерге абай болайық. Жалпы меніңше әріптесім Таңшолпанға қарама-қарсы пікір ретінде бұл сайысты Аманат командасы жеңіске жетті деп санаймын. Рахмет. Ендеше ақырғы пікірге көп нәрсе тәуелді. Мейрамбек Ербатыров. Құрметті командалар, бүгінгі ойынға үлкен рахмет сіздерге. Жақсы ойлар, жақсы пікірлер айтылды. Бірақ командалар тарапынан дайындық сәл әлсіздеу болды. Көптеген жаңа идеялар көрсетуге болатын еді. Жалпы менің ойым, бұл тақырыпта мемлекет тарапынан ойнау қажет емес, қоғам тарапынан. Бұл қоғамға керек пе сұлулық байқауы тарапынан ойнау керек. Себебі командалар мемлекет тарапынан көшіп кетті де, мемлекет тарапынан ойлап, ол сұлулық байқауы қаржы келе ме, қаржы келмей ме, туризм жағы әлсіз қақтығыс нүктелер болды. Жалпы бұл жерде екі тарап, екі құндылықты салыстыру керек. Жалпы енді ойынға келетін болсақ, Бектілеу мырза сияқты мен бірінші раундта Дато командасы Тұғырдың бірінші спикері өте жақсы қарсылықтар келтірді. Бірақ кейсінде әлде қосымша аргументтер болса жақсы болатын, еткені толыққанды өзінің кейсін ашамады. Екі аргумент айтылды. Егер аргументтер саны көп болып және сапалы болғанда жақсырақ болатын еді. Ал екінші раундқа келетін болсақ, ең сұрақ жауап, екі тарапта команда бір деңгейде болды. Үшінші раундта бізде жақтау тобының екінші спикері өте маған қатты ұнады. Бұл екінші спикерде құндылықтар айтыла бастады. Яғни қазір кезде сұлулықты бағаламайды, қазір кезде сұлулықтың орнына пластикалық, хирургиялық сұлулық, яғни сондай операциялар, әрекеттер жасаған арулар жеңіске жететіндігі. Яғни бұл байқаудың өз атауы ақталмай тұрғанын көрсетті. Яғни осындай құндылықтар айтты. Анализге келетін болсақ, анализде екі тарапқа да әлде анализ жасап жұмыс істеу керек. Жалпы ойынға менің шешімім жақтау командасы жеңіске жетті, менің ойымша. Сонымен пікіріңізге рахмет. Шынымен де командалардың екеуіне де және төрешілерге де алғысымызды білдіреміз. Төрешілердің сөзінің төркінінен түсінгенім, біз келесі ширек финалдық жолдаманы Аманат фракциясына беретін секілдіміз. Ендеше пікірсайыста қалыптасқан керемет дәстүр бойынша қол алысып қойыңыздар. Өмірде дос болып, тек ойында қарсыласқан атаныңыздар. Сонымен құрметті көрермен, кезекті 8-ден 1 финалдық ойын аяқталды. Келесі аптада біздің жастар киберспорт мәселесінің айналасында ой толғатады. Ендеше келесі аптаға дейін жастар алаңында жүздескенше.